Мемлекет басшысы қолдап, үкімет мақұлдаған облыс тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсарту жобасының тиісті бюджеті бекітіліп, іске асыру жұмыстары қызу жүргізілуде. Барлық есеп қисабы мен жоспарлы нәтижесі сараланған бастаманың орындалу барысы аймақ басшысының тікелей бақылауында. Бүгін облыс әкімдігінде өткен жиында ондағы маңызды мәселелер мен қолға алған жұмыстардың жүйелігі қаралды. Айта кетейік, тұтастай халық игілігіне негізделген жобаның пилоттық режиміне өңірдегі 10 ауылдық округ енген десек, бұған дейін облыс әкімі Асқар Мырзахметов барлық ауданға ат басын бұрып, таңдалып алынған ауылдарға қайтара арнай барған болатын. Жергілікті тұрғындармен тікелей тілдескен өңір басшысы жобаның маңыздылығы мен оған барлық ауылдықтарды жаппай қамту мәселесіне айрықша көңіл бөліп, ол үшін барлық тиімділіктер қарастырылып жатқанын тілге тиек еткенді. Жиын барысында Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұркен Шәрбиев сөз алып, 10 ауылдық округ бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Оның айтуынша, жобаға қатысуға таңдалған аталған округ тұрғындарының қосалқы шаруашылықтарын дамытып, тиімді табыс көзіне айналдыруға деген ниеттері жоғары екен. Бүгінде ауылдықтардан үй іргесіндегі жерлерін ұтымды ұқсатуға, шағын жобаларды жүзеге асыруға қатысты ұсыныстар түсуде. Сондай-ақ барлық ауылдық округтерде ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтері құрылып, тұрғындар түгел мүшелікке өтуде. Құрылымға сатып алынатын техникалар мен құрылғыларды орналастыратын арнайы орындар да дайындалып үлгерілген. Асқар Исабекұлы қажетті техникаларды сатып алуда сапа мен тиімділікке аса назар аудару керектігін ескертті. Өңір басшысы жобаның 5 бағыты бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға жіті мән беріп, пилоттық округтердің әрқайсысы да тұрақты назарда болатынын баса айтты. Перизат Қуатқызы, Дәурен Өтенбаев, 7/7 Ньюс.